Құттықтау достар. Я, бұл гүл шоқтары Нұржаннан Ақеркеге. Бірге айналайын. Кеше енді ассалаумағалейкум айтпақшы, құрметті көрермен, қалайсыздар? Барлықтарыңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Кеше енді кішкене ренжітіп алдым ғой бұл кісіні. Кеше кішкене қызғаныш болып кетті. Ақерке негізі қанша қор қызындай сұлу қыздар келсе де, мен үшін сен сұлусың, сен сұлу болып қала бересің. Сол үшін орынсыз қызғаныштар енді болмасын, мен сені жақсы көрем. Мына кішкентай гүл шоқтары саған ізге ниетімен. Көйлегіне жараса кететін әдемі гүлдер екен. Көйлегіне де. Өзім сондай болып қаламын. Нұржан үшін сұлулық сізден кейін тоқтайды деп тұр ғой енді. Иә. Кеше сәл көңіліңіз берсей сөйлесін де айтсын да. Кеше көңіл күйіңіз болмай қалғаны рас па? Қайырлы күн. Жоқ, негізде ол қызғаныштан емес, эфирге дейін бір мәселе болды. Ол оның үстіне бір андай қосымша болды да. Бір-бірлеріңізге ары қарай тиісіп кетесіздер. Просто Ханзада кезде енді еркелігімді тыйып жүрмін ғой, ренжімей. И прям уже болды, потолок болды, сол үшін ренжіп қалдым. Болды. Осы әр ренжістің арты осындай гүлмен аяқталса күшті ғой. Болды. Болды ғой? Жақсы, отырыңыз, жайғасыңыз. Гауһар ханым, қазір жайғасып алсын, сіз жалғастыра беріңіз. Бұл екі сарының жыры үйленбей бітпейтін сияқты ғой. Білмеймін, көреміз бұйырғанын. Соларға айтайын дегенім, сол енді маған да қызық болып тұр енді, кім жеңеді екен. Менің өз атымнан бір сыйлық дайындап қойдым. Оны мен шетелден заказ бердім, келе жатыр. Сондықтан да кім бірінші орын алады, кім Ханзада болады, мен өз атымнан. Гауһар ханым, оны баста айтпадыңыз ба? Біраз жігіттер өкініп қалды. Шетелден келатыр дейді. Қытайдан аяқ киім емес па әйтеуір? Болды. Негізі жақсы, бүгін енді құпия сайыс қой негізі, Бауыржан мырза, енді қазір қымбатты көрермендер сіздерді қызығып отқан шығарсыздар. Не екен, не дайындады екен деп, енді кеше өкінішке орай қолдаушылардан кешіріп сұрайын, кеше енді сәл төменгі балдарап қалдым. Бүгін құпия сайыста мен жақсы дүние дайындап келдім, Бауыржан. Өз құпиялыққа жақсысыз ғой негізі. Құпия сайыста жақсы дүние дайындап келдім. Сол үшін қазір ортасында болады, күтіңіздер. Бірақ жігіттер, Гауһар ханымның бір жомарттылығын көрсеткен, ол да бір жақсы ғой. Рахмет, Гауһар ханым. Өмірде кең болсаң кем болмайсың дейді, еселеп қайтсын сізге.